ішкі істер және КГБ билігі өздерінше ойын спектакль қойды, өзбек, қазақ арасына ұшықтыру. Енді олар жұмыстары сондай ұшықтырады. Қазір мынау діншілдер шығып жатыр, олар өздерінің сөзін айтады. Мынау орыс сепаратистері, олар өзінің сөзін айтады. Мен айтқаным бар ғой. Назарбаевтың мұрағаты, мынау орыс сепаратистері, русский мир өкілдері және діншілдер кезінде мынау дәнді септі, радикалды экстремистік топтарды, қазір жас жігіттер шығып жатыр, уағызшылар, кәдімгі арттарынан мұндап жастар еріп жүр. Бұлар үгіт насихат жасап жатыр, тәңіршілерге тиісіп жатыр, құртыңдар, бүйтіңдер деп, бір-бірімен таза байға басталды. Бұл жас имамдар, уағызшылар. Бұлар түбі Афганистандағы өздерін жаңағы әріптестерін, экстремистерін жаңағы имамдардың жұмысын қолға алады. Ал бұлардың артында тұрған әрине мінекей Ұлттық қауіпсіздік комитет түбі ФСБ. Мен бұл жөнінде материал қоям, әшкерелейін болады.